Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше қып-қызыл болып шығадыған картошка қуыру әдісімен бөліспекшімін. Ал ол үшін бізге 2 пияз, 1 борша ет керек болады. Оларды ұсақтап турап алып, қазанымызға майларымызды қойып, қыздырып қоямыз. Мен 2 май қойдым. Бірінші қазандағы май картопқа, екінші тавадағы сковородкадағы майымыз есе ет пен пиязға. Қызып тұрған майларымызға бірінші етімізді сковородкаға салып қуырамыз, сосын артынан екінші қазанымызға картопымызды салып, қуырмастан сол бойы салып қоямыз. Етті көп қуырмаймыз, азырақ қуырсақ жетеді. Үстінен пиязымызды салып, тұз, зіре, бұрыштарымызды салып, 1-2 айландырып, жақсылап аузын бұқтырып, астын жайытқа қойып қоямыз. Арада мына жақта картопымыз да қуырылып жатыр, асты жоғары отта тұр. Оны да айландырып тұрамыз. Ара-арада көп емес. Картопымыз езіліп кетпеушілігі үшін көп араластыруымыз қажет емес. Етімізге салған пиязымыз өз сулары шығып, осындай сочный сулы болады. Ал мына жақтағы картопымызға тұздарымызды, бұрыштарымызды салып, дәмін реттейміз. Картопымыз міне осылай қып-қызыл болып шығады. Сол кезде оны салып біразға бұқтырып аламыз. Біздің картошкаларымыз міне осылай қып-қызыл қытырлақ болып піседі. Піскен соң ыдысымызға саламыз, үстіне қуырылған етімізді салып, майдалап туралған пиязымызды сәндеу үшін қойып, дастарханға тартамыз. Ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған тіркеле кетіңіздер.